Сәлем достар, сіздермен бірге Алтын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 5 минутта дайын болатын оңай әрі тәтті салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жүгері, майонез, 2 тұздалған қияр, шұжық, 3 піскен жұмыртқа және піскен тауық еті қажет болады. Бұл салатқа қажетті шұжық, тұздалған қияр, жұмыртқа және піскен тауығымызды видеодағыдай етіп ұзынша қылып турап аламыз. Барлығын ұзынша етіп турап болған соң, үстіне жүгерімізді салып, майонез құйып, араластырамыз. Салатымыз осымен дайын. Дәмді болып шықты, жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер. Қош сау болыңыздар.